Сәлем достар, жылдан жылға ғарышқа ұшып жатқан адамдардың саны көбеюде. Болашақта ол жаққа бару қалыпты жағдай болуы мүмкін. Ал сіздер ғарышта адам ағзасында қандай өзгерістер болатынын білесіздер ме? Онда видеоны соңына дейін қараңыздар. Ғарышқа ұзақ сапар шегу адамның бойын 3%-ға биіктетеді. Жер бетінде сіздің бойыңыз 180 см болса, ғарышта ол 185 сантиметрге дейін болады. Ғалымдар гравитацияның әлсіреуінен байланысты ғарышкердің омыртқасының босаңсытып кеңейетінін айтады. Дегенмен адамның өсуінің өзгеруі уақытша болып табылады және жерге оралғаннан кейінгі бірнеше айда бастапқы қалыпқа қайта оралады. Ғарышта адам баласы көбінесе салмақсыздықта жүзіп жүреді. Сондықтан олардың бұлшықеті мен сүйектеріне салмақ түспейді. Ғарышта бірнеше айдан соң ғарышкер сүйектер массасының 1-2% жоғалтады. Көбінесе олар төменгі бөлігінде, әсіресе бел буынындағы және аяқтарында. Бұл үрдіс ғарыштық остеопения деп аталады. Ұзақ уақыт ғарышта болғаннан кейін көру қабілеті төмендей бастайды. Көз қабаты пішінін өзгертіп, тегіс болады. Бұл әдетте қысқа мерзімді өзгеріс, бірақ кейбіреулер үшін көру қабілеті жылдар бойы қалыпқа келеді. Зерттеу нәтижелері бойынша 300 космонавтың 69-ы қысқа мерзімді ұшқандарда және 147 адамда ұзақ мерзімде болғандардың көру қабілеті төмендеген. Салмақсыздық жағдайында көтеру күші болмағандықтан газдалған сусындағы газ көпіршіктері жоғары көтерілмейді. Ғарышкерлер газды кекіріп шығара алмайды. Сондықтан газдалған сусындар оларға үлкен қолайсыздық тудырады. Бұл ағзадағы сұйықтықтың бөлінуіне байланысты тағы бір жағдай. Ғарышкерлер ғарышта қанның шамамен 22%-ын жоғалтады. Қан аз айналғандықтан жүрек кішіреюі мүмкін. Жүректің әлсіреуі қан қысымының төмендеуіне әкеледі. Егер отбасыңыз сіздің қорлығыңызды мақұлдамаса, ғарыш кемесіндегі көршілеріңіз қорықпайды. Гравитацияның болмауына байланысты тыныс алу жүйесі басқаша жұмыс істейді. Қорыл мүлдем жоғалып кетпесе де, өте баяу болады. Минималды салмақсыздық жағдайында тіл жердегідей тыныс жолдарын жаппайды. Ғарыш кемесінде болған кезде адамдар жер бетіне қарағанда 10 есе көп радиация алады. Ғарыштық сәуле адам ағзасына зиянды әсер етеді және жүрек айнуын, анорексияны, құсуды және әлсіреуді тудыруы мүмкін. Ғалымдар ғарыш кеңістігіндегі адамдарды радиация әсерінен толықтай қорғау әдісін таппады. Ғарыштық сәулелердің әсерінен рак ауруы туындауы мүмкін.